тоқта! Көрген сіздер үшін бір 5 минутқа кешігіп қалмайым. Шулап мектепті басына көтеріп, директор ласып жатыр маған. Үй тапсырмасына дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Біз көрем қазір қандай дайын дегендеріңді. Қазір сұрақ қоям бәріңе. Шеттеріне қырып екі қоймасам қазір. Қандай тапсырма бердіге? Теңіз балдырлар. Теңіз балдырларға. Білем теңіз балдырлар. Қай бетте? Испания ағай өзіңіз. Сен мен білем оны. Сен маған үйіме тек айтып қой, түсің ме? 53-ші бет ағай. Білем 53-ші бет. Сен беттер ашты ма, ашпады ма? Соны білейін деп жатырмын мен. Так, 53, міне. Жоқ, бұл 35 міне. Міне 53. Міне. Теңіз балдырлары. Міне. Теңіз балдыр. Жақсы. Қошты осы ғой, Так, теңіз балдырлары. Теңіз балдырлары Тынық мұхитымен жерорта теңізінің және Каспий теңізінің оңтүстік жағалауларында болады. Ағай, Ау? сабаққа дайын емессіз ба? Дайындалғам. Ең дайындалып жатқан кезде қонақтар кіріп келді. Класстастар, құдалар, жекжаттар, бәрі келіп қалды. Түнгі сағат 3, таңғы 4-5-ке дейін отырды ғой. Үйде дайындалып келмейсіз ба? Енді сәл сабыр етіңдер. Шамал дайындалып еді, сосын сұрайын мақұл ма? Жақсы. Онда ағай дайын емес екен, дараға ойнап келейік та? Ағай, жақсылап дайындалған содан кейін шақырасыз бізді. Двойщик, үйде оқымайсың ба? Мышок, Милау. Топас, оқы, естідің ба? Маған керек емес мұны, өзіңе керек. Бала шағаңды бағасын ертең осымен, естідің ба? Оқы, дұрыста. Бұл оқим. Теңіз балдырлары. Теңіз балдырларының мекені жерорта теңізі мен Тынық мұхитының оңтүстік жағалауында болады. Олардың 72 түрі болады. Соның 83 түрі біздің елде кездеседі. Оны жеуге болады, жеуге болмайды. Жеуге болмайтындар ол улы балдырлар. Улы балдырларды адамдар жемейді.